осы өмірде өзіңнің анаң сияқты саған бар жақсылықты тілейтін, бар жанымен, жүрегімен жақсы көретін адам жоқ. Ол ана ғана. Ана, әкең, жақын адамдар. Бірақ былай бөтен адам, басқа адам сені жақсы көретін, жақсы көргенде жай жақсы көреді. Бірақ анаңдай шын жақсы көр, шын жаны ашып сен үшін жүрегі ауыратын, сені дұғасында ұстайтын адамдар жоқ. Кімнің дұғасындасың сен? Анаңның дұғасындасың, әкеңнің, бауырларыңның мүмкін, отбасыңның мүмкін. Бірақ ананың жүрегінде 100%-сің, 100%. Басқалардың жүрегінде 20%, 10%. Менің ойымша солай. Сіздер қалай ойлайсыздар?